Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман, ресми ақпараттарды әрдайым біріншіден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз қабатулы қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Ақмола облысында 5 көлік соқтығысып, бір адам қаза тапты. Полицейлердің айтуынша апат Астана-Петропавл автожолында болған. 25 желтоқсанда Ақмола облысындағы тасжолда ірі жол көлік оқиғасы болды. 5 көлік соқтығысты. Апат орнында түсірілген кадрларды Лайв Инстаграм парақшасы жариялады. Ақмола облысының полиция департаменті бұл жарияланымға пікір жазып, болған оқиғаның егжей-тегжейін хабарлады. Полицейлердің айтуынша, апат Астана-Петропавл автожолында болған. Бұған дейін «Газель» маркалы автокөліктің жүргізушісі бұзылуына байланысты жолдың оң жақ шетіне тоқтаған. Одан әрі «Газельге» Поло маркалы автокөлігі соғылған. Оның тізгінінде Астана тұрғыны болған. Ер адам алған жарақаттарынан оқиға орнында қаза болды. Кейіннен осы көліктермен ілеспе бағытта келе жатқан тағы 3 көлік соқтығысқан делінген құқық қорғау органдарының хабарында. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой-пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.